Қатты жауын шашынның салдарынан 35-ші кварталда аула ішіндегі жолдар бөлінді. Бұл көлік қозғалысына қиындық келтіріп, жаяу жүргіншілерге қолайсыздық әкелді. Жаңбырдан кейінгі жолдың жағдайы туралы тілшіміз жалғастырады. 35-ші кварталда орналасқан үйлердің тұрғындары жаңбыр суынан кейінгі жолдардың жағдайына шағымданады. Қатты жауыннан кейін бұл маңнан өту қиындап кеткен. Жолдардағы шұңқырлар тереңдеп ойылып қалған. Жарықтар пайда болып қозғалысты қиындатты. Бұл көлік жүрісіне кедергі келтіреді, жаяу жүргіншілерге де жеңіл емес. Әсіресе қариялар мен жас балаларға қиын болды дейді тұрғындар. Как тут можно ходить? Бұл жермен қалай жүруге болады? Аяқты сындырып алуға болады. Жанында мектеп тұр. Өздеріңіз көріп тұрғандай шұңқырлар мен жарықтарға толы. Мектеп, емхана, аурухана орналасқан жолдар дұрыс болу керек қой. Вот дожди были, вот Міне, жаңбыр сол жағынан да, осы жағынан да шайды. Міне, сол жағынан егер сіз Гагарин көшесімен төмен түссеңіз көресіз. Олар сол жерді жөндеді, бірақ бұл жерді қалдырып кетті. Мына жерге көлік түсіп кетті. Бірден жасауға болмады ма? Білмеймін, бұл жолда бір айдай болып қалды, осылай шұңқыр болып жатқанына. Жолдың сапасы өте төмен. Балалар ойнағанда балаларға опасно. Сол, ешкім келіп қараған жоқ, ешкім бақылап жүрген жоқ бұл жерде. Осы жағдайға Семей қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі басшысының міндетін атқарушы Әділбек Василов түсініктеме берді. Оның айтуынша жолдар екі жерде шайылған, оның бірі 35-ші кварталдағы осы жер болса, екіншісі Арычная көшесіндегі жол. Маманның айтуынша бұл учаскелерде асфальт жабыны жоқ және болған емес. Там средний ремонт не проводился. Онда орташа жөндеу жұмысы жүргізілген жоқ. Бұл жердегі жолды су шайып кеткен. Қазіргі уақытта біз қалпына келтіру үшін мердігерлерді тартамыз. Арычная көшесінде жұмыстар басталып, осы аптада Арычная мен 35-ші кварталдағы жолды жөндеуді аяқтаймыз. Жолдарды қалпына келтіру барысында инертті материалдар мен жол шұрықтары жабылады. Там будет проводиться не средний. Ол жерде орташа жөндеу жұмыстары жүрмейді. Су шайған жерлердің үстін топырақпен жауып тегістейміз, қалпына келтіріп береміз. Тұрғындар жолдар уәде етілген мерзімде атқарылып қалпына келеді деген үмітте. Дүргіл Садықова, Әсел Айдар, Анатолий Тернов, Семей телеарнасы.